Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін ПП шұжық жасайтын боламыз. Ең алдымен осылай грудинкамызды блендерден өткіздім. Одан кейін чеснок қосып, барлығын бірге араластырдым. Енді тұз қосып, бұрыш қосып, жақсылап араластырамыз. Менде сосисканың формасы шығу үшін осылай пищевой салафанға салдым. Екі жағынан жақсылап орап, осындай формаларға келтіріп шығардым. Қайнатқан кезде атылып шығып кетпес үшін осылай жіппен жақсылап байлап орап шығамыз. Міне дайын болды. Енді зубочисткамен, инемен осылай тесіп шығамыз. Қайнаған кезде жарылып кетпес үшін. Мен үшеуін қайнаттым. Бұл бізде дұрыс тамақтану кезінде қолданатын тағамдарымыздың бірі. Енді осылай кішкене ғана майға жақсылап қуырып алдым екі шетінен. Біздің тағамымыз дайын болды. Жасап көріңіздер.